Облыстағы мектеп оқушыларының барлығы компьютерлік техникалармен қамтамасыз етілді. Бұл туралы облыстық білім басқармасының басшысы Асқар Сейдалиев мәлімдеді. Білім алушылар мен мұғалімдерге онлайн оқу үшін 14.244 роутер, 15.100 компьютер мен планшеттер берілді. Ал әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен көпбалалы аналарға 22.541 техника сатып алынды. Ауылдарда интернет желісінің жылдамдығы көбейтілді. Айта кетейін, өңірде бірінші сынып оқушылар ғана мектепте оқыса, дәстүрлі форматта білім алып жатқандар да бар. Қазір таңда бірінші сыныптарда 15.300 бала сабаққа келіп жүр. Аққұдық орталау мектебі Қарай аудандағы дәстүрлі режимде оқытыла береді. Санитарлық, эпидемиологиялық жағдай біздің аймақта жақсы болған жағдайда, болашақта біздер штабтың шешімімен болашақта дәстүрлі режимде оқыту жүйесі қаралатын болады.